Жұбайымның кесірінен үй алмай отырмын. Сіздермен бірге заңгер Шыныбаев Марғұлан. Мынандай ситуациялар көп кездеседі. Жұбайының кесірінен жилстройдан үй алмай қалдым деген сұрақтар мысалға. Ол қалай? Мысалға мынандай жағдай болады. Ерлі зайыптылар кезінде бірге тұрды. Одан кейін депозит ашады жилстройдан. Кейін ажырасып кетуі мүмкін. Ажырасып екі жақта жүр. Кейін әйелі болмаса күйеуі жилстройға барады да, мен үй алғым келеді дейді. Үй алғым келеді дейді, жаңа депозитті жақсылап тұрып жинайды, ақшасын салады первоначалка. Одан кейін үй алар кезде отказ шығады. Не үшін деп қарайтын болса, ол жерде күйеуінің келісімі керек болып шығады. Яғни бұл ортақ некеде, жаңағыдай некеде тұрған кезде жиналған жинақ болғандықтан күйеуінің келісімі керек болады. Күйеуінен келісім алайын десе, күйеу айтады: "Ну, енді менің алименттің сұрағы бар ғой, мен алимент қарызбын ғой. Алиментті кешір, одан кейін мен саған келісімді беремін" дейді. Яғни не, күйеуінің келісімінсіз үй ала алмай жүрген азаматта әйелдер бар. Болмаса керісінше әйелінің келісімінсіз үй ала алмай жүрген ер азаматтар бар. Соған мән беру керек. Егер сіздер жаңағыдай отбасын құрып, кейін ажырасып жатсаңыздар, осы депозиттің мәселесін басына ашып алыңыздар. Яғни келісімін бірден алып алыңыздар. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе осы депозитке байланысты, үй алуға байланысты. Мысалға, үй алып жатырсыздар. Бірақ жұбайыңыздың төленбеген бір кредиттері бар. Мысалға, сөйтіп депозитті жинадыңыздар ақша, жилстройдан үй алуға дайынсыздар. Бірақ комиссия өз сіздің неңізді, документтеріңізді, құжаттарыңызды көріп, одобрение бермейді. Неге? Себебі сіздің жұбайыңыздың атында кезінде бір несие бар, кредит бар, сол бойынша қарыз болғандықтан ол жаңағыдай кредитный бюрода қара тізімде тұр. Сонымен қатар арест салыну мүмкін осы депозитке. Өйткені күйеуіңіз не? Қарыз. Сол себепті жилстрой тағы да осы сіздің үй алуыңызға не істеуі мүмкін? Отказ беруі мүмкін. Түсіндіңіз ғой? Бұл екінші мәселе. Енді үшінші мәселе. Айтпақшы, біздің осы үшінші мәселе көшпей отырып, астына подписка, лайк, комментарий жазу ұмытпаңыздар, және тума туысқандармен бөлісе отырсаңыздар. 100 000 подпискаға жетуге атсалыса көмектессеңіздер. Енді жалғастырсақ. Үшіншісі, егер некеде тұрған кезде депозит алсаңыз, оның келісімі керек. Түсінікті, келісімі керек міндетті түрде. Тағы бір жағдай, егер жұбайыңыз қара тізімде болса, яғни егер сіздің жұбайыңыз кредит бойынша қарыз және қара тізімде болса, үй алуға жилстрой бойынша сізге келісім беруден бас тартуы мүмкін. Тағы да бір жайт, ескеретін жайт. Егер мына мүлік алып жатқан кезде, мысалға, ортақ мүлік көп саналады сіздің жаңағыдай заттарыңыз. Егер сот сіздің жұбайыңыз қарыз болып, сот өтіп кетсе, соттың шешімінің негізінде аресттер қойылып кетсе, сот орындаушы сіздің депозитіңіз ортақ мүлік көп табылғандықтан депозитке тыйым салып қоюы мүмкін. Яғни несиені жаппағанша, тыйым алынбағанша, жилстрой сізге үй бере алмай қалуы мүмкін. Сондықтан, егер сіз үй алайын деп жатсаңыз, жилстрой Сбербанк бойынша, онда өзіңіздің және жұбайыңыздың басында несие бар ма, жоқ па, тексеріп алыңыздар. Не үшін бұл тақырыпты жалпы мен қозғап отырмын бүгін? Себебі осындай сұрақтар соңғы уақытта көп түсетін болды. Яғни күйеуіммен ажырасып кетіп едім, болмаса күйеуімнің кредиті бар, сол себепті жаңағыдай жилстройдан үй алмай жатырмын деген сұрақтар бар. Сондықтан осындай кезде жаңағыдай жилстройдан отказ алмас үшін бірінші кезекте тексеріп алыңыздар. Қалай тексеру керек екенін өзіңіздің жаңағыдай басыңызда
кредит бар жоғын мен осы YouTube каналымда айта өткенмін, алдыңғы видеоларда іздеп тауып көрсеңіздер болады. Енді сіздермен болған бүгін заңгер Шыныбаев Марғұлан. Лайк, комментарий, подписка, как обычно, бәрін естеріңізде шығар, я? Ұмытпаңыздар, 100 000 подписка жасауға көмектесеңіздер. Сау саламатта болыңыздар.